Қайырлы күн, құрметті менің оқушыларым. Бүгінгі күні 1 сынып математика 51 сабақ сандар, фигуралар тізбегін қарастыратын боламыз. Бірінші есепке назар аударайық. Көшедегі үйлердің номерленуін түсіндір. Көшедегі үйлердің номерленуі кезек-кезек орналасқан. Бірінші үй сол жақта орналасса, екінші үй оң жақта, үшінші үй сол жақта, төртінші үй оң жақта. Дәл солай кезекті ретпен орналасқан. Сол жақтағы үйлердің номерін өсу ретімен ата. Сол жақтағы үйлердің номері өсу ретімен сандары 1, 3, 5, 7 және 9 саны. Оң жақтағы үйлердің номерін кему ретімен ата. Оң жақтағы үйлердің номерін кему ретімен атағанда 10, 8, 6, 4 және 2 саны. Ал балалар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Айырмалардың мәндерін тап. Қандай заңдылықты байқадың? Айырмалардың мәндерін тауып көрейік. 9 азайту 1 8-ге тең. 9 азайту 2 7-ге тең. 9 азайту 3 6-ға тең. 9 азайту 4 5-ге тең. 9 азайту 5 4-ге тең. Келесі. 90 азайту 10 80-ге тең. 90 азайту 20 70-ге тең. 90 азайту 30 60-ға тең. 90 азайту 40 50-ге тең. 90 азайту 50 40-ға тең. Келесі. 9 азайту 6 3-ге тең. 9 азайту 7 2-ге тең. 9 азайту 8 1-ге тең. 9 азайту 9 0-ге тең. 90 азайту 60 30-ға тең. 90 азайту 70 20-ға тең. 90 азайту 80 10-ға тең. 90 азайту 90 0-ге тең. Балалар, тізбек заңдылығын қолданғаны көрініп тұр. Айырмалардың мәндерін тап дегеннің астында есіңде сақта деген мәтін бар. Мәтінді оқып шығайық. Тізбек. Тізбек дегеніміз не? Тізбек белгілі бір ретпен орналасқан сандар немесе заттар қатары. Заңдылық. Заңдылық дегеніміз не? Белгілі бір ереже бойынша құрылған тізбек. Келесі есепке назар аударайық. Математика күнделікті өмірде 2-ші тапсырма. Қала көшелерінен қандай заңдылықты байқауға болады? Қала көшелерінің тізбек заңдылығын байқауға болады. Белгілі бір ретпен орналасқан сандар немесе заттар қатары болып табылып тұр. Бірінші жолақта көп қабатты үйлер, 2 ағаш, көп қабатты үйлер, 2 ағаш, көп қабатты үйлер және 2 ағаш орналасқан. Келесі жолақта шырша үй, шырша үй, шырша үй орналасқан. Келесі 3-ші есепке назар аударайық. Жұптық жұмыс. Қайда тұратыныңды айт. Бірінші оқушы қалада тұрады екен. Екінші оқушы ауылда тұрады. Бірінші оқушының әңгімесін оқып көрейік. Мен Сарқан қаласында тұрамын. Бұл сөзде 6 дыбыс бар. Біздің қала үлкен. Онда көшелер мен үйлер көп. Мен Тәуелсіздік көшесінде тұрамын. Менің үйімнің нөмірі 100. Келесі оқушының мәтінді оқып көрейік. Менің ауылым Алмалы ауыл деп аталады. Бұл сөзде 6 дыбыс бар. Біздің ауыл шағын. Онда бір ғана көше бар. Менің үйімнің нөмірі 32. Қалып қойған сөздерді өздерің қай жерде тұрғылықты жерде тұратындарын, көшелерін және нөмірлерін жазып дәптерімізге қоямыз. 4-ші тапсырмаға назар аударайық. Сен зерттеушісің. Орналасу заңдылығын түсіндір. Өз тізбегіңді ойластыр. Суретін сал. Берілген тізбекті қандай түсті тізбек құралғанын айтып көрейік. 2 көк түсті дөңгелек, 1 қызыл, 1 сары, 1 жасыл, 2 көк түсті дөңгелек, 1 қызыл, сары және жасыл. Осындай тізбекті құрайды екен. Ол 2 көк, 1 қызыл, 1 сары, 1 жасыл түсті тізбекті қайта-қайта тізбек құрауға болады екен. Осы тізбекті ұстанамыз. Ал өзіміздің құраған тізбегіміздің
түстеріне де байланысты атап өтейік. Қызыл, қызғылт, сары, жасыл, көк, күлгін. Қызыл, қызғылт, сары, көк, күлгін. Осы түстерді пайдалану арқылы, дөңгелектерімізді бояу арқылы осы тізбекті құрадық, суретін салдық. Сендер кез келген түсті пайдалана отырып, кез келген тізбек құра аласыңдар. Ал балалар, сабағымыз ұнады деп ойлаймын. Сау болыңдар.